Алматы қаласының жастар саясатын дамыту мемлекеттік қоры Алматы қаласының жастар саясаты мәселелер жөніндегі басқармасының қолдауымен жастардың әлеуметтік, мәдени, рухани және дене тәрбиесін дамыту мақсатында жастар ресурстық орталығының қызметін қамтамасыз ету бойынша жұмыс жүргізуде. Жастар ресурстық орталығы бұл жастарға арналған орталық. Онда олардың әрқайсысына жеке және кәсіби өсу мен әртүрлі бағытта және қызмет салаларында даму үшін жаңа есіктер мен мүмкіндіктер ашылады. Біз жастармен жұмыс істеуді мектеп қабырғасынан бастаймыз. Кәсіптік бағдар беру сабақтары, семинарлар, тәжірибелік сабақтар өткізіп, болашақ мамандығын алдын ала анықтап, тиісті жоғары оқу орнын таңдауға мүмкіндік береміз. Қазіргі уақытта ресурстық орталық дұрыс таңдау жаса кәсіби бағдар беру жұмыстары аясында Алматы қаласының 50-ден астам мектебімен қарым-қатынаста. Студенттер үшін стресстік жағдайларды жеңу, ішкі тепе-теңдікпен жұмыс, жастар арасындағы рухани ағартушылық тәрбие мәселелері, есірткісіз өмірге көзқарас, таңдау мен іс-әрекет еркіндігі және тағы басқа семинарлар мен тренингтер өткізіледі. Бір сөзбен айтқанда, ересек өмірге дайын және өзіне, қоршаған ортаға жауапты адамның кемелдеуіне көмектеседі. Жастардың мәдени бұқаралық, спорттық, экологиялық акциялар мен іс-шараларды өткізуге, сондай-ақ жоғары сынып оқушылары мен кәсіптік бағдар жұмысына қатысуға және одан әрі жастар ресурстық орталығының бір бөлігі болуға мүмкіндігі бар. Жастар ресурстық орталығы, буккроссинг және фотосушка, мобильді жұмыспен қамту орталығы және тимбилдинг, экскурсиялар мен жорықтар, жастар ұйымдары арасында спорттық турнирлер. Жастар ұйымдары арасындағы спорттық турнирлер, жас таланттардың жанды музыка фестивальдары мен барлық санаттағы жастар үшін барлық мүмкін болатын іс-шараларды ұйымдастырады. Сонымен қатар, тұрақты негізде жұмыс істейтін орталықтардың бір бөлігі болуға болады. Ол медиа орталық, еріктілер лигасы, ұйымдастыру орталығы, Алматы Music музыкалық театры, жас суретшілер орталығы, әдебиет әлемі жас ақындар клубы, мужество жобасы және тағы басқалар. Жастарға тиісті ақпарат пен білім жетіспегендіктен, олар өз жолында жиі қиындықтарға тап болады. Соған орай жастар ресурстық орталығы психологиялық, заңдық, оқу әдістемелік кеңестерді өткізе отырып, сұхбат алаңдарын, пікірталастарды, бастамаларды іске асыру бойынша жиналыстар, жастар проблемалары мен ұсыныстарын талқылайды. 2018 жылы психолог пен юристтен шамамен 1000 шақты жастар мен студенттерге кеңес берілді. Жастар ресурстық орталығы Байтұрсынов көшесі 22/1, 4-ші қабатта Депо Evolution Park мекенжайында орналасқан. Барлық қосымша ақпарат біздің ресми gosfund.kz сайтында және де әлеуметтік желі беттерінде қолжетімді.